Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үй жағдайында шөлді қандыратын, өте оңай жасалатын салқын көжені дайындап үйрететін боламын. Ең алдымен менің каналым тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар, яғни күріш керек болады, және де бізге құрт керек болады. Мына жерде мен құртты жылы суға кішкене салып, осылай құртымызды ертіп, езіп аламыз. Осындай ұнтақ болғаны бізге көжемізді тез дайындауға көмектеседі. Және де күрішімізді бірнеше рет жуып, осылай мен дайындап алдым. Бізде 4 литрлі кастрөлге осы күрішімізді және құртымызды салып қайнататын боламыз. Ең алдымен осылай мен 4 литрлік кастрөлмен суымды сарқылдатып қайнатып алдым. Осыған осы күрішімізді саламыз ішіне. Барлығын салып араластыратын боламыз. Осылай араластырамыз. Ендігі кезекте татымына қарай кішкене тұз саламыз. Яғни осыны үлкен қасыңқы жартысына салдым 4 литрліге. Сондай керемет болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Осылай сарқылдатып 5 минут қайнатып аламыз. Яғни күрішімізді қайнатып аламыз. Міне достар, сарқылдап қайнап жатыр. Осылай кішкене крышкасын ашып қоямыз. Күрішіміздің піскенін күтеміз. 5 минутта қайнайды, себебі бізде күрішіміз бір ғана кәсе күріш. Міне достар, менің күрішім пісті. Ендігі кезекте кастрөлдің астын өшіріп тастаймыз. Бізге осылай құртымызды және де мен осындай 1 стакан сүт құйып жіберетін боламын. Яғни үй жағдайында домашний сүт, дүкеннің сүтінде қоссаңыз да болады. Міне достар, ендігі кезекте осы құртымызды саламыз ішіне. Одан кейін осы сүтімізді саламыз. Жақсылап барлығын араластырып, суытуға қоятын боламыз. Бұл көжені салқындатып ішсеңіздер болады, өте тойымды. Яғни бұл көжені ішкен адам жалпы семіргісі келіп жүрген адамды жақсы семіртеді, себебі бұның құрамы өте табиғи болғандықтан жақсы көмектеседі, және де шөлді қандырады. Міне достар, менде көжем дайын. Міне осындай салқындатып ішіңіздер, өте керемет болып шығады. Ішіп көріңіздер, 100% сіздерге айта аламын, жақсы болып шығады. Бізде осы жаз басталса, осы көжеден біз айырылмаймыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да видеоларды көріп тамашаласаңыздар болады. Рахмет.